Сәлеметсіз бе? Мен Құсайынова Дина, 6-шы Б сыныптың оқушысымын. Бүгін мен сендерге өз кішкентай кітапханамды көрсетемін. Біздің үйде өте көп кітаптар бар. Ол қазақ тілінде, орыс тілінде және ағылшын тілінде. Қазақ тілінде қазақ ертегілер, Жюль Верннің кітабы ертегілер. Ағылшын тілінде «Приключения Алисы», «Снежная королева» және ертегілер бар. Орыс тілінде «Три мушкетера», «Человек-амфибия», «Приключения Робинзона Круза», Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский, Блоктың өлеңдері бар. Менің ең сүйікті кітаптарым ол қазақ ертегілері, әлемді 80 күн ішінде шарлау, 3 апельсин. Абай кітабы, қара сөздер мен өлеңдері. Мен жазбайым өлеңді ермекшін, жоқпарды ертеңіне термекшін, көкірегі сезімді, тілі орамды, жаздың үлгі жастарға бермекшін. Бұл сөзді тақсыр ықпас талап ғар, көңілін көзі ашық сергекшін, түзу кел, қисық қыңыр қырын келмей, сыртын танып іс бітпес сырын көрмей. Шу дегенде құлағым тойсан сүйді, өскен сонымдай сөзді бұрын көрмей, таңғалам малындағы айтқанды ұқпай, және айта бер жері жұрт тыным бермей.